Барлықтарыңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта біз жаңа сөздерді өтеміз. Есімдіктердің тақырыбын келесі сабақта жалғастырамыз. Бүгін кішкене ортасында бөліп, жаңа сөздерді де бірге үйреніп отырамыз. Бүгінгі сөздер бізде дене мүшелері, түстер және үй жануарлары болады. Жалпы дене деген ағылшынша body болады, ал дене мүшелері болса body parts. Әрқайсысын жеке-жеке тоқталып өтемін. Қасында төрт бұрыштың ішінде транскрипция жазылған. Қазақша кириллицада қалай оқылатынын жазбадым, себебі сіздердің көздеріңіз транскрипцияға үйрену керек. Менімен бірге қайталап оқыңыздар. Body – дене, head – бас, hair – шаш, eyes – көз, nose – мұрын, teeth – тістер, lips – ерін, ears – құлақ, neck – мойын, shoulders – иық, leg – аяқ, feet – тобық, немесе мына табан, аяқтан төменгі, тобықтан төменгі бөлікті тобық дейді мұнда. Жалпы негізі foot деген бір аяқты білдіретін болса, ал feet деген көпше түрі, алдыңғы сабақта өткеніміздегідей. Лодыжка және аяқты leg және feet деп екеуін шатастырмау керек. Яғни leg тобыққа дейінгі бөлік болса, feet тобықтан кейінгі бөлік. Келесі. Үй жануарларын ағылшынша pets дейміз. Dog – ит, cat – мысық, kitten – мысықтың баласы, марғау дейді қазақша. Puppy – күшік, rabbit – қоян, parrot – тотықұс, попугай, fish – балық, hamster – хомяк, snake – жылан, turtle – тасбақа. Келесі сөздер бізде түстер. Түстер дегенде ағылшынша біз colors дейміз. Red – қызыл, green – жасыл, blue – көк, orange – қызғылт сары, yellow – сары, pink – күлгін, gray – сұр, black – қара, white – ақ, purple – фиолетовый. Фиолетовыйдың қазақшасын таба алмадым, қазір іздеп көрем. Brown – қоңыр. Фиолетовыйдың қазақшасы есіме түспей тұр что-то. Розовый дегенді ашық қызғылт дейді екен да, ал фиолетовый дегенді керісінше күлгін дейді екен. Күлгінді мына жерге әкеп қоямыз. Орысша айтқан кезде pink деген розовый, purple деген фиолетовый ғой. Сол шатастырып алмау үшін орысша жазсаңыздар да болады. Басынан бастап тағы да қайталап оқып шығайық. Уже переводынсыз оқиық. Body, head, hair, eyes, nose, teeth, lips, ears, neck, shoulders, leg, feet. Келесі үй жануарлары pets. Dog, cat, kitten, puppy, rabbit, parrot, fish, hamster, snake, turtle. Келесі түстер colors. Red, green, blue, orange, yellow, pink, gray, black, white, purple, brown. Бүгінге сабақ осымен тамам достар. Негізі жалпы ағылшыннан міндетті түрде сөздікте арналған дәптер арнау керек. Яғни сіздерде қалың бір словарный дәптер болу керек. Сол жерге 3 столбикқа бөлесіздер. Бірінші столбикта ағылшыншасы, екінші столбикта транскрипция болады, ал үшінші столбикта сіздерде қазақша сөз аудармасы болады. Міндетті түрде словарный диктант арнап, аны жазғандарыңыз дұрыс болады. Сол кезде еске жақсы сақтайсыздар, және болашақта да кітап аударып жаңа сөздерді солай жаттайсыздар. Сол кезде жаңа білмейтін сөздерді іздеп осылай
сөздік дәптерлеріңізге жазып отырсаңыздар есте жақсы сақталады. Бүгінге осымен сабақ аяқталды. Жаңа сөздерді жазып жаттап көріңіздер. Және келесі сабақта жалғасы болады. Олай болса келесі сабақта кездескенше see you soon.